бүкіл қиындықтарыңды білем, көп нәрселеріңді білем. Сен мен жақтан не білесің? Не? Қандай күлкілі нәрсе бар ғой, шынымды айтайыншы. Әсел, сен өзің қалап тұрсың ба? Не білесің деп. Өзің қалап тұрсың ба? Мен айтқанды. Сен адам, жан дос, досының жанын біледі. Отношениеде қандай нелерің болған барын білем ғой мен, Әсел. Жан досың сенің жаныңды біледі дейді. Бірақ менің жанымда не жатқанын мен ешқашан саған айтпағанмын. Ситуацияларды білетін шығарсың басымнан өткен. Бірақ менің жанымда қандай переживания, қандай ситуациялар, ешқашан мен адамдарды жақын жолатпаймын өзіме. Не этого достаточно. Мен осы кезге дейін менің жақсылығымды 1000 рет жақсылық жасап, 1 рет жамандық жасаған кезде барлығы сырылады дейді ғой. Сол нәрсе болып тұр қазіргі уақытта. Мен ешқашан бұл жерде бірінші күннен ойбай менің достарым бар, ойбай біз күшті араласамыз деп айтқан емеспін. Мен өзіме не керек екенін білем. Мен үшін достық ол басқа. Ол сен адам ретінде танып, ішінде қалай бар сені сондай қабылдайтын адам. Сені қалай ашуланып отырсаң да ситуацияны түсініп, ішіндегі состояниесін түсінген адам мен үшін ол дос. Ауыр болсын ба, жақсы, окей, мен жоламай қояйын. Жылағың келіп отырма, міне менің иығым жылап ал деген дос, ол маған дос.